Ең үздік оқушыларды анықтаудағы өз білімін жетілдіру сенімді өлшемінің сипаттамасы, олар өздерінің оқуларын реттей алады. Подкаст жасаудың оқушылар үшін пайдасы: сауаттылық дағдыларын жетілдіреді. Оқу үдерісінің қатысушыларына жетістіктері мен дамуы туралы хабарлау, ол кері байланыс беру болып табылады. 5. Оқу пирамидасына сәйкес оқушылардың алған ақпаратты 30% есте сақтауына көмектесетін тәсілді көрсетіңіз. Көрсетілім. Бұл жерде ең тиімдісі ол өзгелерді оқыту болып табылады. Біреулерді оқыта отырып, басқа адамды оқыта отырып, адам 90% есінде сақтайды. Ал 75% ол тәжірибе көрсету болып табылады. 6. Оқуда қолданылатын зерттеушілік әңгімеге тән белгі. Әркімнің идеясы пайдалы деп саналғанмен мұқият бағаланады. Осыған ұқсас кумулятивті әңгіме бар. Кумулятивті әңгімеде мұқият бағаланбайды. Барлық идеялар тыңдалады. Осы әңгіменің жалпы 3 түрі бар. Кумулятивтік, оны кейде топтық әңгіме деп береді. Екінші зерттеушілік, үшінші дебат. Ал дебатта әркім өз пікірінде қалады. 7. сұрақ. Нақты іс-қимылдар арқылы дамитын және әрекеттерді қалай орындау керектігі туралы білімді сақтайтын жадының түрі. Бұл рәсімдік жады. 8. Нәтижеге қол жеткізуге мұғалім мен оқушының жұмсаған күшінің шығыны мен қолданылған тәсілдерінің тиімділігін анықтайтын педагогикалық инновациялық критерий ол оптималдық. 9. Орта мерзімді жоспарлауды қамтитын мазмұн. Тізбектелген сабақтар жоспарын құру. 10. Шульман құзырлы мұғалімге тән 3 белгіні көрсеткен. Соның бірі болып табылатын оқытудың тәжірибелік дағдыларының сипаттамасы, оқушылардың білімін бағалау, ынталандыру, сабақты жоспарлау әдістемелерін меңгеру. 11. Орта мерзімді жоспардың қызметі, тізбектелген сабақтар жоспарын құру. 12. Оқу үдерісінің тиімділігін айқындайтын негізгі факторлардың бірі, балалардың қалай оқитынын мұғалімнің түсінуі. 13. Озық тәжірибенің ең жоғары деңгейі жаңашылдық. 14. Орта мерзімді жоспарлауда оқу мақсаттарын қалыптастыру шараларын білуге бағыттайтын негізгі сұрақтардың бірі, оқушылар нені білуге тиіс. 15. Оқу пирамидасына сәйкес оқушылардың алған ақпаратты 75% есте сақтауына көмектесетін тәсілді көрсетіңіз. Тәжірибе жасау. 16. Эстетикалық білімнің негізін қалыптастырады. Оқу пәндері. 17. Оқу сабақтарының стандартсыз формалары. Бұл сабақ конференция, панорама сабақ, интеграцияланған сабақ. 18. Оқу бағдарламасы пәндік мазмұн қамтылатын жоспар. Бұл ұзақ мерзімді жоспар. Яғни біздің КТП-міз қыркүйекте біздер августтың соңында оқу бағдарламасын аламыз. Сол жерде тақырыптарды қарай отырып, мақсаттармен ұзақ мерзімді жоспарды құрамыз. 19. Ойын тәрбиенің қай бөлімінің негізгі құралы? Ақыл ой тәрбиесі. Сонда ойын арқылы баланың ақыл ойы дамиды. 20. Оқуды бағалаудың мақсаты. Баға қойып, нәтижені тіркеу. Оқуды бағалау дегеніміз ол қалыптастырушы бағалауға қарама-қарсы кәдімгі жиынтық бағалау болып табылады. Бұл жерде біз әрине бағаны қойып, нәтижені тіркейміз. Ал оқу үшін бағалау, формативті бағалау, ол жерде оқуға деген жағы қалай оқу керектігін, қалай өзін түзету керектігін, қай жаққа қарай дамыту керектігін көрсету үшін қойылатын баға. 21. Көпіршелер деп саналу үшін оқыту мен оқуда қарастырылатын жағдайдың бірі. Оқушыларға өз бетінше орындай алмайтын тапсырманы орындауға мүмкіндік беру. 22. Оқу пирамидасына сәйкес оқушылардың алған ақпаратты есте сақтау үшін ең тиімдісі өзгелерді оқыту. 23. Мерсер зерттеуіне сәйкес қатысушылар өзгелер ұсынған қандай да болсын идеяларды төзімділікпен тыңдайтын әңгіменің түрі бұл кумулятивтік.
Мана айтып өттік, Мерсер бойынша 3 түрлі әңгіменің түрі бар. Зерттеушілік әңгіме, кумулятивтік әңгіме және әңгіме дебат. Осы кумулятивтік әңгімеде адамдар бір-бірін мұқият тыңдайды, бірақ бағаланбайды. 24. Орта білісуден гөрі бәсекеге бағытталған әңгіменің түрі әңгіме дебат, яғни Мерсердің айтуынша әңгіменің 3-ші түрі. 25. Өткен материалға оралу, ой салу, дұрысын қабылдау, толық жауап беруге итермелеу мақсатын көздейтін қарапайым сұрақ ол түрткі болу. Бұдан бөлек сынақтан өткізу және басқаға бағыттау деген сұрақтардың түрі бар. Түрткі болуда көбіне итермелеу, оралу, ой салу деген сияқты сөздер келеді. Ал сынақтан өткізу сұрағында идея деген сөз көп кездеседі. Түрткі болуға тағы бір мысал болатын сұрақ оқытудағы кедергілер туралы не айтасыз деген сұрақта түрткі болуға мысал болады. Ал сынақтан өткізуге алдыңғы осылар айтқандарыңызды немен дәлелдейсіз деген сұрақ сынақтан өткізу сұрағына мысал бола алады. 26. Тәрбие процесіндегі субъективті факторлар тұлғаның ішкі қажеттіліктерін білдіріп, тұлға қалыптасып өмір сүретін объективті жағдай. Сұрақта субъективті деген сөз бар, жауапта объективті деген сөз келеді. 27. Оқу үдерісінің қалай жүретінін басқалардан гөрі жақсы біліп, өздерінің оқуын ретке алатын ең үздік оқушыны анықтайтын сенімді өлшем өз білімін жетілдіру. 28. Оқу үшін бағалаудың мақсаты табысқа жетуге бағыт беру. Яғни оқуды бағалаудан айырмашылығы, осы оқуды бағалау ол нәтижені тіркеу еді ғой. Ал оқу үшін бағалау табысқа жету үшін бағыт береді. 29. Өзгелерге қарағанда жоспарлауға көп уақыт жұмсайды, бірақ жоспарды тез жүзеге асыратын оқушыға сәйкес өлшем ойлау қабілетінің жылдамдығы. 30. Өзін-өзі тәрбиелеудің негізгі әдісі өзіндік талдау, өзіндік бағалау, өзіндік бақылау, өзіндік жүзеге асыру.